Жылдам хабарнама жеке куәліктегі қателік. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Жеке куәліктегі қате қалай түзетілуге болады? Жеке куәліктегі қате кеткен қазақстандықтар аз емес. Олардың туу туралы куәліктері аты жөні дұрыс жазылмағандықтан барлық құжаттары қате болады. Көбіне артынан машаққаты көп болады деп өңірде құжаттардың қателіктері көп болады дейді. Көбіресе арасында машаққаты көп болады деп құжатын ауыстырудан асықпайды. Кеңестік кезеңдегі ОВ-тан құтылғаны алатындарда ой осындай. Алайда қазіргі кезде бұның бәрін оп-оңай түзету мүмкіндігі бар. Алдын ала туу куәлігін түзету керек. Барлық жеке құжаттар туу туралы куәліктің негізінде беріледі. Сондықтан алдымен соны түзетіп алу керек. Куәліктегі ОВ-тардың қалай алынатынын толығырақ мына жерде оқи аласыздар.